Ақтөбе облысының Қобда ауданы мен Исатай ауданы арасында іскерлік мәдени тығыз байланыс бар. 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен тұспа-тұс келген жеңістің 75 жылдығы мерекесі қарсаңында Исатай аудандық жастар ресурстық орталығы ерлік елге мұра ұрпаққа ұран тақырыбында Қобда ауданына қарасты Әлия ауылындағы Ақтөбе облыстық патриоттық орталығымен онлайн сұхбат өткізді. Облыс аралық бірнеше ауданмен қатынас болғанымен жастар орталығы Қобда ауданын таңдауының өз орны бар. Өйткені ұрпаққа ұран болған Қобда жері батырлар елі саналады. Жастарға үлгі болар аудан тарихы кешегі көне заманда елім жерім деп өткен Асан Қайғының ұлы Абат Байтақтан бастау алады. Ел халқы қамышын қолына қылышын ұстаған Қара Қыпшақ Қобландының мемориалдық кешенінде осы Қобдада ұлт азаттық көтеріліс басшысы Исатай Тайманұлы Қобда жерінде мәңгілікке тыныштық тапты. Бүгінгі күні республика бойынша екі патриоттық орталықтың бірі Әлия ауылында орналасқан Ақтөбе облыстық патриоттық тәрбие беру орталық басшысымен рухани онлайн сұхбат өтті. Ел қорғауда қазақ қыздары да елеулі үлес қосты. Соның бірі бірегейі кеңес мергені, кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова. Әлия әпкеміздің туған өлкесінде орналасқан патриоттық орталықпен өткен тікелей эфир аудан жастарымыздың көңілінен шығып, оларды тың жаңалықтармен толтыра білді деген ойдамын. Алдағы уақытта Қобда мен және Исатай аудан жастар арасында тығыз іскерлік байланыс боларына сенемін. Ел қорғауға батыстың үш батыр қызы Хиуаз Атыраудан, Мәншік Оралдан аттанса, Әлия Қобда жерінде дүниеге келген. Республикадағы екі патриоттық орталықтың бірі осы Әлия ауылында тұр. Ол кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен келген жастарға, оқушыларға ұлттық тәрбиені бойына сіңіруге себепші болуда. Екі қатарлы ғимараттың төменгі бөлігі кең залы, спорттық ойын орталығы орналасқан, ал екінші қатарда демалыс орындары үлкен мұражай бар. Онда қазақтың Құралайдың көзінен өткен мерген қызы Кеңестер одағының батыры Әлия Молдағұлованың өмір тарихы жазылған. Бұл сұхбат өскелең ұрпақ үшін мағынада мәнді де сұхбат болды деп есептейміз. Алдағы уақытта осы екі ұжым арасында өзара қарым-қатынас нығаяды. Құрметті атыраулықтар, біз сіздерді жеңістің 75 жылдығы мен батыр қыздың 95 жылдығымен құттықтай отыра, сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әлия патриоттық тәрбие беру орталығы жастардың өз отанына деген сүйіспеншілігін арттыруға, халқымыздың әдет-ғұрпы мен дәстүрін құрметтеуге тәрбиелейді. Қобда елі тектен-тек батырлар елі атанбайды. Бір ғана Қобда ауданынан бір толық даңқ орденінің кавалері Әлияны қосқанда 8 бірдей кеңес одағының батыры шыққан. Олардың ерлігі жайлы мәліметтер осы мұражайда сақтаулы. Абыздар елі батырлар жері саналатын Қобда жастардың тәрбиелік азығы, елдің қасиет қазығы болып қала бермек. Айгерім Жарылқасынқызы, Ержан Шеруенов, Исатай ауданынан.